Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 18-ші сабақ. Ақыл жастан. Ғажайып бақ. Ертегінің жалғасы. Асан мен Қасен деген дос ұлы мен қызын қосып үйлендіреді. Сөйтіп олар өздері тауып алған алтынды 2 жасқа береді. Біз көрген қиыншылықты сендер көрмеңдер дейді. Оны естіген 2 жас қатты қуанады. Жас жігіт жаңа түскен келіншегімен жеке отау болып Қасеннің үйіне шығады. Қасен құдасының үйіне көшеді. Бір күні азан мен таңсәріден ерлі зайыптылар алтын салынған қазанды алып аталарының үйіне келеді. Асан мен Қасен балалардың қабақтарында кірбің барын көреді. Яғни бір ренішті болып тұрғанын көреді. Содан соң айтады: не боп қалды балалар? Ертелетіп келген түрлерің жаман екен дейді. Сонда 2 жас айтады: аталарымыз алмаған затты балалары алса болмас. Біз алтын болмаса да баймыз. Біз алтын болмаса да бақыттымыз дейді. Сөйтіп бұлар қазанды үйдің ортасына әкеліп қояды. Алтынды кім алу керек деген талас қайтадан басталады. Ақыры ойланып алыста оңаша тұратын бір дана қарияға барып жүгінбек болады. Яғни қарияға барып бұл даудың мәселенің шешіміне ақыл сұрауға келеді. Талай күн, талай түн жүріп әлгі қарияның үйіне келеді. Айдалада жалғыз тұратын қарияның жұпыны ғана қараша үйі бар екен. Қария төрге төсеген жыртық киіздің үстінде отыр екен. Оң жағында 2 шәкірті, сол жағында 2 шәкірті отыр екен. Қария айтады: жүгінуге келген екенсіңдер. Алыстан арнайы келген түрлерің бар. Ал шаруаларыңды айтыңдар дейді. Сол кезде Асан мен Қасен алтынды тауып алғанын және оны қалай бөлісерін, кімге берерін білмегенін айтып жөн сұрайды. Қария ұзақ үнсіз отырады да үлкен шәкіртіне бұрылып: менің орнымда болсаң, мына кісілердің дауын қалай шешер едің деп сұрайды. Үлкен шәкірт айтады: жер дүниедегі қазынаның иесі хан ғой, хан иеме апарып беретін едім дейді. Қария оның жауабын ұнатпай екінші шәкіртіне сұрайды. Екінші шәкірт айтады: дауласқандар алмаған мүлік ол бидікі, мен оны өзім алар едім дейді. Қария бұрынғыдан бетер ренжиді. Үшінші шәкіртінен сұрайды. Үшінші шәкірт айтады: бұл алтынның иесі жоқ, оны ешқайсысы алғысы келмейді. Сондықтан мен оны қайтадан жерге көмдіртіп тастар едім дейді. Қарияның жүзі әбден түнеріп кетеді. Ол енді ең кіші шәкіртіне қарайды. Ең кіші шәкірт айтады: артық сөзім болса, айып етпеңіз ұстазым. Мен осы алтынды жұмсап, құлазып жатқан далада гүл жайнаған саялы бақ өсіретін едім. Кем-кетіктер сол бақтың саясында тыныс алып, жемісін қорек етер еді, рахатын көрер еді дейді. Осы сөзді естігенде қария көзіне жас алып, орнынан тұрып кіші шәкіртті құшақтайды. Жасы кіші болса да ақылы артықты аға тұт деген сөз рас екен ғой дейді ол. Сенің билігің әділ балам. Осы алтынды алып хан ордасына бар. Ең жақсы тұқымдарды сатып алып бағыңды өсір. Саған да, мына алтынға қызықпаған кең пейіл адал жандарға да кем-кетік жарлы Жақыбай атаулы өмір бақи риза болып алғыс айтады дейді. Оқушылар, сабақ ұнады ма? Олай болса, Суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.